Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен мейіргерісі пәнінің оқытушысы Жұмабаева Айжан Айнеденқызы. Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгін сіздерде тұзды гипертониялық клизманы қою, яғни мақсатымыз ішектің созылып, керіліп, жиырылуын күшейту және сұйықтық ішек тесігіне жиналу арқылы жуан ішектің төменгі бөлігін нәжістен және желден босату. Қолдану көрсетілімдері, яғни операциядан кейінгі кезеңде атониялық шыққатуда, жуан ішектің шырышты қабығының қабынуында, әртүрлі жаңа ішек ісінулерінде қолданамыз. Қарсы көрсетілімдері, яғни болмайды. Жуан ішектің төменгі бөлігінде қабыну, ойық жаралары, анус аймағының сызатында, асқазан ішектен қан кеткен кезде қолданбаймыз. Қажетті заттар: зарарсыздандырылған тұз ерітінді 10% натрий хлорид 50-100 мл, алмұрт тәрізді баллонша немесе жанеш прессі, жел шығаратын түтікше, лоток, қысқыш, дәке салфеткасы, клеенка, шпатель, қолғап, шапқыш, вазелин майы, залалсыздандырған ерітіндісі бар ыдыс, қауіпсіз жоюға арналған контейнер қажет. Ең алдымен біз науқасқа келіп, емшара мақсатын түсіндіреміз және оның келісімін аламыз. Өзімізге қажетті заттарды дайындап аламыз. Ең алдымен температура термометрмен су моншасында 38 градустағы дәрілік ерітіндімізді бақылап алуымыз қажет. Одан кейін барып дәрігердің тағайындауы бойынша мензуркаға дәрілік жаңақ тұзды ерітіндімізді аламыз. Дәрігердің тағайындауы бойынша мензуркаға құйып аламыз. Одан кейін температурамен тексеріліп алынған су моншасындағы 38 градустағы суымызды алып, осы тұзды ерітіндіге құямыз. Тұзды ерітіндінің міндетті түрде жарамдылық мерзімін қарап, дауыстап оқып шығуымыз керек, дәрігердің тағайындау парағы бойынша. Одан кейін бір ретті қолданылатын шпательді алып, яғни вазелин майын тоже жарамдылық мерзімін атын барлығын көріп тексеріп аламыз. Одан кейін шпательге вазелин майын алып, оны дәке салфеткасына жағып дайындап қоямыз. Одан кейін алмұрт тәрізді баллоншамызды алып, яғни дәрілік ерітіндімізді сорып аламыз. Алмұрт тәрізді баллоншаға немесе жанеш шприціне сорып алуымызға болады. Яғни 150-200 мл тұзды ерітіндімізді алмұрт тәрізді баллоншаға сорып аламыз. Одан кейін жел шығаратын түтік, яғни бір ретті қолданатын жел шығаратын түтігімізді алып, оның жарамдылық мерзімін қарап, саңылаустығын тексеріп, оны ашып, өзімізге дайындап аламыз. Және дәке салфеткасындағы вазелин майын жағып, оны лотокқа салып, науқасқа барамыз. Науқасты сол қырымен жатқызып, оның оң аяғын тізе буынына бүгілуін сұраймыз. Және қолымызды екінші деңгейде жуып, сұйық сабынмен жуып, антисептикпен өңдеп, перчаткамызды киеміз. Қорғаныш киімдерін киіп аламыз. Одан кейін жел шығаратын түтікті алып, оны қолымызға ыңғайлы қалыпта ұстап аламыз. Ручка ұстаған тәріздес ретінде. Одан кейін сол қолдың бірінші және екінші саусақтарымен бөксені ажыратып, оң қолмен абайлап жеңіл айналмалы қозғалыспен жел шығаратын түтікті анус тесігіне енгіземіз. Оны тік шекке қарай 3-4 см, кіндік бағытына қарай, яғни 3-4 см және 20-30 см тереңдікте омыртқа жотасына қарай енгіземіз.
Жел шығаратын түтіктің екінші ұшына алмұрт тәрізді баллоншамызды енгіземіз және осы дәрілік ерітіндіні жіберіп, оны қысып, дәке салфеткасының көмегімен тез арада жел шығаратын түтікті шығарып аламыз. Одан кейін жел шығаратын түтікті бір реттік болатын болса, оны қауіпсіз жоюға арналған контейнерге тастаймыз, ал көп реттік болатын болса, оны біз зарарсыздандыру ерітіндісіне салып қоямыз. Екінші дәке салфеткалармен біз науқастың анус тесігінің аймағын сүртіп, оның қал жағдайын бақылаймыз және оған қалай жату керек екендігін барлығын түсіндіріп айтамыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Үйге берілетін тапсырма. Назар қойып тыңдағандарыңызға рахмет.